Саламатсыздар ма, құрметті студент? Бүгінгі біздің тақырыбымызда білім беруде жасанды интеллект маңызды. Жасанды интеллект компьютерлік жүйелердің адам миының әрекетін имитациялайтын технологиялар жиынтығы. Ол ойлау, үйрену, жоспарлау, тілдік өңдеу және мәселелерді шешу сияқты когнитивті функцияларды атқарады. Жасанды интеллект машинаға адам сияқты ойлануға мүмкіндік беріп, мәліметтер негізінде шешім қабылдауға көмек. Білім беру саласында жасанды интеллект оқушылардың оқу үдерісін жеке деңгейде бейімдеуге, мұғалімдердің жұмысын жеңілдетуге және оқу процесін автоматтандыруға септігін тигізеді. Бұл технология сапалы білім беруді қамтамасыз етуде маңызды құралға айналды. Қазіргі цифрлық дәуірде білім беру саласы жаңа деңгейге көтерілуде. Жасанды интеллект оқыту сапасын арттыратын, оқытушы мен студентке көмекші құрал ретінде кеңінен қолданылып жүрген технология. Жасанды интеллект білім беру процесін жекешелендіреді, автоматтандырады және оқыту тиімділігін арттырады. Жасанды интеллекттің білім берудегі негізгі бағыттары: адаптивті оқыту. Әр студенттің қабілетіне қарай оқу материалдарының деңгейін автоматты түрде өзгерту. Бағалар мен тестілеу автоматизация. Жасанды интеллект тест нәтижелері немесе эссе тапсырмаларды автоматты бағалай алады. Жеке оқу жолдарын қалыптастыру. Студенттің әлсіз және күшті жақтарына қарай жеке жоспары құрылады. Оқу аналитикасы. Жасанды интеллект студенттердің оқу белсенділігін талдап, нәтиже болжайды. Ақылды көмекшілер, чат-боттар. Студенттердің сұрақтарын жауап беретін, бағдар көрсететін виртуалды кеңесшілер. Автоматтандырылған әкімшілік қызмет, құжат айналымы, тіркеу, қатысу есебін жүргізу сияқты процестерді жеңілдетеді. Қашықтан оқыту жеңілдетеді. Онлайн платформаларда интерактивті және тиімді оқыту мүмкіндігін арттырады. Персонализацияланған оқытуға жасанды интеллект оқушының қабілеттері мен қызығушылығына сәйкес оқу жоспарын құрады. Мысалы, математикада әлсіз тақырыптар бойынша қосымша материалдар ұсынады. Автоматтандырылған бағалау. Жасанды интеллект тесттерді автоматты түрде тексеріп, эсселерді бағалар береді. Transcription жүйесі грамматикалық және логикалық қателіктерді анықтайды. Бұл мұғалімге уақыт үнемдеуге және оқушыға жылдам кері байланыс беруге мүмкіндік береді. Виртуалды ассистенттер мен оқу үдерісін талдау. Виртуалды ассистенттер Георга Теч университетінің Джилл Уотсон чат-боты студенттердің сұрақтарына жауап береді. Оқу үдерісін талдау. Жасанды интеллект үлкен көлемдегі деректерді талдап, оқушының әлсіз жақтарын анықтайды және оқу теориясын құрады. Бұл мұғалімге қосымша көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар, VR және геймификация. Виртуалды және кеңейтілген VR және AR технологиялары оқыту тәжірибесін интерактивті әрі қызықты етеді. Мысалы, медициналық студенттер VR арқылы хирургиялық операцияларды үйренеді. Геймификация. Ойын элементтерін оқытуға енгізу балдардың мотивациясын арттырады және оқу процесін жеңілдетеді. Жасанды интеллект технологиясының білім беру саласындағы түрлері: машиналық үйрену. Деректердің заңдылықтар тауып, оқушылардың нәтижелерін болжайды және персонализация жасайды. Табиғи тілді өңдеу. Жазбаша және ауызша тапсырмаларды автоматты тексеруге
Тілдік ассистенттер жасауға қолданылады. Робототехника. Робот мұғалімдер мен ассистенттер оқу процестеріне қатысып, оқушыларға көмек көрсетеді. Деректерді талдау, үлкен мәліметтерді талдау арқылы оқу процесін тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Білім берудегі жасанды интеллекттің артықшылықтарына: оқытуды жекешелендіру, әр студентке жеке бағдарлама, мұғалімнің жұмысын жеңілдету, кері байланыс, жылдам және нақты, оқу мотивациясын арттыру, тіл, математика, бағдарламалау сияқты пәндерді тиімді үйрену, оқу процесін толық деректер негізінде басқару. Жасанды интеллекттің білім берудегі шектеулері мен қиындықтары. Техникалық мәселелер. Жүйелердің сапасы деректерге байланысты. Технология қолжетімділігі тең емес. Этикалық және әлеуметтік мәселелер. Жеке деректердің құпиялылығы. Қателіктер мұғалімнің рөлін алмастыру мүмкін емес. Тәуелділік. Технологияға артық тәуелділік оқыту сапасына әсер ету. Мұғалім рөлінің төмендеуі қаупі. Деректердің құпиялылығы мен қауіпсіздігі. Алгоритмдік әділетсіздік. Интернет пен технологияға тәуелділік. Тұлғалық қарым-қатынастың азаюы. Осы бізде кемшіліктерге жатады. Болашаққа көзқарас және жасанды интеллекттің рөлі. Жеке оқыту. Жасанды интеллект арқылы оқыту жеке деңгейде әрі тиімді болады. Қашықтан оқыту. Интерактивтілік пен қолжетімділік артады. Мұғалімдердің маңызы. Жасанды интеллект мұғалімдердің жұмысын қолданып, сапасын арттырады. Құрметті студенттер, мынау сіздерге бақылау сұрақтары. Қорытындылай келе, бұл тақырыпты білім берудегі жасанды интеллект оқыту процесін түбегейлі өзгертетін құрал. Ол оқытушыны алмастырмайды, бірақ оның жұмысын тиімді, дәл және ыңғайлы етеді. Жасанды интеллект арқылы оқыту жеке тұлғаға бағытталған динамикалық және дерекке негізделген жүйеге айналады. Құрметті студенттер, келесі тақырыптарда кездескенше сау болыңыздар.